Қадірменді құрметті оқырмандарымыз, және де клуб мүшелері, және де біздің қадірменді қонақтарымыз. Қош келдіңіздер. Өздеріңізді осындай жайлы күнде жүздесіп жатқанымызға қуаныштымыз. Осы ұлыстың ұлы күні баршамызға құтты болсын, және де қасиетті Рамазан айы. Тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Енді бүгін кітапханамыздың Жақсы адам мен Жақсы сағат клубының кезекті отырысымызды бастаймыз. Бүгінгі бізде қонақта Жұмат Шанин атындағы Қазақ драма театрының шымылдығын уақытымен санаспай, май көңілсін тамызып, сахна төрін жоғары деңгейде өз қолтаңбасымен безендіріп, өз ісінің хас шебері, суретші, бурдатор Төрехан Ерназаров ағамыз. Және де осы көрерменнің көңіліне шығушы сахнада аянбай еңбек еткен Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Жұмат Шанин атындағы қалалық академиялық драма театрының актрисасы, красавицасы Гүлшат Исбаева. Енді бүгін тағы мейрам, ол мейрам енді сіздер білесіздер, 27 наурыз халықаралық театр күні. Sen meni ойлаймысың, талмаусырап тағатың таусылғандан, қайғы жұту айымға жаншылғанда, жұлдыз жауған түндерде жалғыз қалып, қара мақпал жер бетін қаусырғанда. Қалғаным жоқ, өмірден құран аққан, дәрежем жоқ, біреуден сұралған. Кешіргейсің, ағайын дос жолдастарым, кезім болса көңілден шығармаған. Халықаралық театр күні енді өнер ордасы ғой, барлық өнердің жиынтығы театр негізінде. Сол өнердің жиынтығы енді өнердің ең атасының бір болса театршылықтарыңызда сіздерде де аса берсін, отбасыңызда бақытты болып, ойнап күліп, өсіп өре беріңіздер. Рахмет. Сіздердің 45 жылдық мерейтойларыңызға керемет, табысты болыңыздар. Ақшаларыңыз көбейсін. Алла жар болып, мынау жоғарыдан біздерді бәрімізді де қарап отырған адамдарға солардың зейіні түсіп, ықыласы түсіп, сіздердің еңбектеріңізді бағалап, әрқайсыларыңыздың жаңағы құрметтей берсін. Сосын балаларға айналайындар, оқуларың жақсы болсын. Еліміздің, қазақ еліміздің керемет жаңағы соларды арғарай елін шарттарды, елін қастерлеу азамат болыңыздар. Барлықтарыңызға